бұйыртса, бірінші күннен сіздерге айтарым, құрметті ханымдар, құрметті қыздар. Шынында мен әр эфирде осылай айтып шырылдаймын ғой. Біздің қазақтың әйелдерінің, қыздарының дамитын уақыты жетті. Өздеріне өздері қарайтын бұрынғыдай заман емес, қазір Аллаға сан шүкірліктер болсын, басқа заманауи современный заманға келдік. Өсудің, дамудың қолжетімді болған заманына келдік. Сондықтан үйде отырып босқа қарап қалмайық, әрбіріміз өсейік, дамайық, өзімізге қарайық. Жан жағымызға қарап жүрген кезде бүткіл өміріміз өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан да ең бірінші өзімізге қарауды, өзімізге үңілуді жақсылап тұрып үйреніп алайық. Біз қазақтың қыздары бір-бірімізді осылай сүйрелеп, бір-бірімізге үнемі жаңағыдай қолпаштап, қолдап, бірлікте, үйімшілдықта осылай бірлескен кезде, біз барынша бірлікте болған кезде біз ертерек дамимыз. Жалпы қоғамға тигізетін әсеріміз, пайдамыз, әр әйел, әр қыз өзінен бастайтын болса, дамуды, айналасына жаңағыдай негатив емес позитив шашуды, онда жайлап біз әйтеуір нұрландыратын едік, сәуле шашатын едік деген сияқты, қоғамымызға сәл де болсын әсерін тигізетін едік. Өйткені басқа бір ұлттар, жан-жағымыздағы басқа мемлекеттер, олар келіп, бізге келіп жан ашып, тұрыңдаршы қазақтар, сендер қалып кетіп жатсыңдар. Олардың бізге жан ашып, олай айтпайды. Өзіміздің жанымыз ашмаса, бізге басқа ұлттар келіп, басқа біреулер келіп айтпайды. Қазақтар өзіміздің жанымызды ашып, тұрыңдаршы, осы дамыңдаршы сендер деп, өзіміз шырылдап, өзіміз айтпасақ, бізді ешкім сүйрелемейді өзімізден басқа. Сондықтан да бірінші күннен ниетімізді дұрыстайық. Кім қандай ниетпен келсе, сол ниеттің қарымын алады, иншалла. Сіз осыларды көрейін, қандай не болады дейсің деген сияқты кемшілік іздеп келсеңіз, іздеген нәрсеңізді міндетті түрде табасыз. Ал сіз өзгеріс іздеп келсеңіз, Алланың разылығы үшін бір біліміңізге білім қосқыңыз деп келсе, бір әйтеуір сондай қандай ниетпен келесіз, иншалла сол ниетіңіз, даже хадис бар, амалдар ниетке байланысты деген, сол ниеттің қарымын аласыз. Миыңыз да сіз іздеп келген нәрсені сізге көрсетіп беріп отырады. Сондықтан да қазір осы жерде мен бір хикаяны айтып өтейін. Бір қағынған ауыл бар екен да, алдыңғы тағы да қайталап айтамын, естіп қойған, біліп қойған қыздар, бұл сіздерге бір қайталау болсын, жақсы ма? Бір қағынып кеткен ауыл бар екен да, Алланың қаһарына ұшыраған, бір сондай Алланың ашуын тудыратын, Құдай жоқ, қайда ол Құдай, ол дүниеге кім барып кепті деген сияқты да, кән құдайларың бар, осы көрсетіңдерші бізге деген сияқты, сондай бір өңшең осындай қағынған адамдар тұратын бір қағынып кеткен бір ауыл бар екен. Алланың расымен де ашуы келіп, қаһар келіп, екі періштесіне бұйрық беріп жатыр дейді. Мынау ауылды түбімен жойып тастаңдар, бірін де қалдырмай, бәрін түгел жойыңдар деп. Содан енді Алланың айтқан бұйрығын орындайды, періштелер келіп жаңағы жердің бетіне түсіп, сол ауылды жояйын деп келсе, мешіт бар екен ауылда, жалғыз ғана. Осы мешіттен бастайық деп мешіттің ішіне кіріп қалса, бүткіл ауыл бойынша мешітте Аллаға жалбарынып отырған, қолын осылай жайып отырған, намазын оқып отырған бір ғана мұсылман бар екен, бүткіл ауылда, сол мешітте. Бізге бүткіл ауылды жой деп еді, бірақ мына кісі Аллаға жалынып отырған сияқты, не істер деп екеуі ойланып қалып, екі періште не істерін білмей қайтадан Алла тағала бар, Аллахым, осындай бір құлың бар екен сенің, оны алып қалайық па, қалғанын жояйық па десе, жоқ, содан бастап жойыңдар деп айтады дейді да, солай бұйрық берген дейді. Неге, не үшін десе, ол өзі білді, Аллаға жақындау керек екенін білді, жәннатты білді, дұрыс емес екенін білді, күнәлардың зиян екенін білді, өзі ғана істеп жүр. Қасындағы қаншама ауылдастары, көршілері, бауырлары, мұсылман бауырларының барлығы адасып жүрген кезде оларға көмегін тигізген жоқ, оларды сүйреген жоқ, оларды өзін бірге тартқан жоқ. Яғни өзі ғана Аллаға жалбарынып отыр, өзі ғана мешіттің ішінде отыр, басқаларды шақырмады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мысалыға сіз, мен өзімді алайыншы, мысалыға бірдеңе білетін болсақ, сіз Құранда тағы да осындай сүре бар, сендер әлбетте әрбір игілік үшін сұраласыңдар дейді. Сізге Алла тағала қандай игілік берді, сізге Алла тағала қандай нығмет берді, сыйлық берді, оның барлығынан міндетті түрде сұраламыз. Даже қыздар осы Инстаграмда, парақшаларыңызда подписчиктеріңіз, оқырмандарыңыз көп болатын болса, оны неге жұмсаватсыз? Құры жаңағы тойдағы киіп түскен көйлектеріңізге, бала шағаңыздың суреттерін көрсетуге, мақтану үшін, басқаларға көрсету үшін, сондай бір зиян үшін жұмсап жатсыз ба? Жоқ, расымен де сол берілген игілік қой, енді ол да бар, Инстаграмда. Жоқ, ол Инстаграмда расымен де бір адамға болсын пайдалы нәрсеге жұмсап жатсыз ба? Әйтеуір ертең есебін бергенде, ол игіліктің есебін берген кезде Алланың алдында ұялмайтындай. Дәл осылай біз денсаулықтың, Алланың бізге берген білімінің, Алланың бізге берген мейірімін, күш қуатын, энергиясын, иманын, осы нәрселердің, отбасы, бізге берген туысқандар, оның барлығынан біз міндетті түрде сұраламыз, өйткені бұлардың барлығы бізге берген
есепсіз игіліктер, иә. Денсаулықты Алланың өзі берді ма бізге, күш қуатты, ол күш қуатты өзінің жолына жұмсау. Алла тағала бізге білімді берді ма, оны өзінің жолына жұмсау. Алланың жолына жұмсау деген нәрсе Алла разы болатындай әрекеттерді жасау, иә. Қашан біз, расымен де мен қайталап айта беремін, біз қашан Алланың разылығына ұмтыламыз, ең бірінші түпкі мақсатымыз жалпы өмір сүрудегі әрбір мұсылманның ең түпкі мақсатымыз, қайтсем осыған бас қатырып, қайтсем үй алам, не істесем осы бала шағамды аяқтандырам, қайтсем машина алам, қайтсем бастық болам емес, қайтсем не істесем осы өмірде Алланың разылығын алып өтем. Қай жағдайымда бүгін қалай Алланың разылығын алсам екен, бүгін Алланың разылығын алу үшін, оны разы қылу үшін не істесем екен деген нәрсеге басымызды соған қатыратын болсақ, бір 90%, онда біздің мына дүниелік ісімізді иншалла Алла реттеп қояды екен да. Ал біз өзіміз арқамызға жүкті арқалап, дүниелік істі не істесем екен, ананы не істесем екен, қайтып ақшамды екеселесем екен деген сияқты осындай нәрселерге бас қатырған кезде, әрине ол кезде фокусымыз басқа жаққа кеткеннен кейін Алланың разылығы бір жайына қалады да, сонымен Алла да разы емес, өзім де разы емеспін, өмірімде де береке жоқ, иә. Біріміз екі болмайды, әйтеуір сыртымыз күліп жүргенмен ішімізде түтін болып жатады, иә, ішіміз алай-дүлей болып жатады, әйтеуір миымызда нагрузка, жүрегіміз тыныш емес. Осындай бір жағдайларда күн кешіп жатады екенбіз да, өмірдің берекесіздігі деген сол екен. Сондықтан да ең бірінші нәрсе, алдымен мақсатымызды, ниетімізді айқындап алайық. Сіз осы нәрсені бостан босқа көріп отырған жоқсыз. Сіз осы эфирді бостан босқа көріп отырған жоқсыз, иә. Жапырақ та Алланың қалауынсыз түспейді жерге талдан үзіліп. Сондықтан осы эфирді көруіңізді Алла қалаған шығар. Дәл осы сөздерді естуіңізді қалаған шығар. Өзіне бір жақындатқысы келетін сәт жетті деп сол бір уақытты қалаған шығар Алла тағала. Сондықтан да қыздар, құрметті ханымдар, біліңіздер, осы эфирді көргеніңіз сіздерге бір кішкене болса да ойыңызға бір ой қосатын, расымен де мүмкін уақыт жеткен шығар. Алланы көбірек ойлайтын, күнәларымыз болса оны тәубеге келетін, иә, күнәларымызды мойындап, әлсіздігімізді мойындап, егерде мүмкін арамызда біреулеріміз әлі де мойындамай жүрген шығармыз, иә, Алланың бар екен, оның ұлылығын, оның мейірімін, сондықтан мойындайтын сәт жеткен шығар мүмкін. Егерде мойындап жүрсек, одан да қаттап жақындайтын уақыт келген шығар, одан да көбірек ойлайтын уақыт келген шығар, иә. Кез келген мүмкін менің аузыммен Алла тағала сіздерге айтқысы келген шығар, білмейміз, бірақ кез келген бір осындай Алланы еске түсіретін бір досыңыз болса, бір туысыңыз болса, немесе бір тренингтерде осындай сабақтар, кітаптар, сіз инстаграмда ақтарып отырып бір осындай 1 минуттық роликтер көріп қалсаңыз, ол да бостан босқа емес та. Алла тағала қалады, сіз көріп жатырсыз. Сондықтан да қыздар, барлық нәрсе, мейлі ол бір сынақ болсын, мейлі жақсы нәрсе болсын, оның барлығы да Алланың қалауымен болады, ұмытпайық. Алла тағала сіздерге де, біздерге де сондай бір разы болатын, әр күнімізді Алланың разылығымен өткізетін құлдарының қатарынан болуымызды, жүрегінде иманның гүлі, сондай бір мейірімге толы шашыраған сондай әйелдер, ханымдар, қыздар болуымызды Алла тағала нәсіп етсін. Біз жаратушымыздың, иә, Алланың мейіріміне көбірек бөленгіміз келсе, оның мейірімі туралы көбірек ойлануымыз керек. Оның кешіріміне бөленгіміз келсе, Алланың кешірімі туралы, оның кешірімділігі туралы көбірек ойлануымыз керек. Көбірек ойлану үшін именно сол Алланың кешірімділігі жайлы ақпараттарды Google-дан, басқа жерден Алланың кешірімділігі деп іздесеңіздер, қазақ тілінде, Аллаға сан шүкірліктер болсын, қазір ақпараттар өте көп. Солай іздеуіміз керек. Өйткені шынында егер де біз оның бір жомарттығын көретін болсақ, оның көргіміз келсе, не көргіміз келеді, сол туралы көбірек ізденіп, сол туралы көбірек ойлануымыз керек екен. Мысалға, Алла мейірімді деп ойлайтын болсақ, яғни Алланы біз қалай ойлаймыз, Алла бізге сондай екен. Менің құлдарым қалай ойласа, мен оларға сондаймын дейді да. Алланың мейірімін, оның жомарттығын, оның кешірімділігін, оның аса құдіреттілігін, оның қолынан келмейтін құдірет жоқ екенін, оның біздің кез келген проблемамызды шешіп беретін ойлайтын болсақ, сол туралы жиі ойлайтын болсақ, иншалла біз именно Алланың сол сипатын, сол қасиетін сезінетін боламыз, көретін боламыз. Ал Алланың ашуын, қаһарын, оның қаталдығын, оның бір сондай ойлай беретін болсақ, яғни қай сипатын көргіміз келеді, сол сипаты жайлы көбірек ойлай беруіміз керек, іздене беруіміз керек. Сондықтан да мейірім жайлы, Алланың мейірімі жайлы, оның аса құдіреттілігі жайлы көп айтамын мен, эфирлерде болсын, басқа жерлерде болсын. Өйткені күнді түнді жаратып тұрған, есепсіз осы жазда мына қазір қандай әдемі болып тұр, талдарды жайқалтып қойған, жазда жасыл, қыста ақ, күзде сары,
біреу как будто бояп қойған сияқты да, қарбыздың ішін ашып қалсақ сырты жас іші қызыл деген сияқты қараған адамға дейді да, көбелекке қарасақ та қайсы нәрселердің барлығында біз үшін ғибрат бар. Осы нәрселердің барлығын жер бетінде қаншама көбелек, қаншама қарбыз бар мысалы үшін, соның барлығын біреуге бояп қойып отқан жоқ қой. Демек Алла тағаланың құдіреттілігін соларға қараған кезде ақ көрсек болады. Осынша әлемді 18.000 ғаламды жаратып, оны уысында шатаспай ұстап тұрған Алла тағалаға сіз бен біздің титтей ғана проблемамызды шешу түкте емес. Шыбынның қанаты құрлы емес та. Тек қана біздің есік қағуымыз оның мейіріміне жетпей жатады. Біз дұрыс дұға сұрамай жатамыз. Біз оған дұрыс обращение жасамай жатамыз. Сондықтан да егер де бір қатты қиналып жүргендеріңіз болса, дәл қазір жүрегіңіздің түбінде бір жүк болатын болса, ауыр бір груз болатын болса, бір уайымдап жүрген уайымыңыз болатын болса, жүрегіңіз тыпыршып тынышсыз болатын болса, тек қана бір ғана нәрсе жетіспей жатуы мүмкін. Сіз рухани ашыққан болуыңыз мүмкін. Біздің тәніміз ашады ғой, қарнымыз ашады. Бір күн обед ішпейміз, 2 күн, 3 күн тамақ ішпесек, уже раздражение болып, қарнымыз ашып, осы әлсіреп, түкке шамамыз келмей, көзіміз қарауытып, 2 күн, 3 күн тамақ ішпей жүрейікші, қалай боламыз, Тәннің ашығы ол кәдімгідей, тәнге уже керек, тән деген дене, денемізге уже керек болып жатыр да, күш қуат, тамақ керек болып жатыр, қоректендіру керек болып жатыр. Сол кезде қарнымыз қатты ашқан кезде мынау тамақ маған ұнайды, дәмі жақсы, тұзы бар, тұзы жоқ, немесе мынандай тамақ жегім келіп тұр деп біз құтырмаймыз ғой. Алдымызда не шықты? Тек нан шықса тек нан жейміз, су шықса су жейміз. Мейлі дәмді дәмсіз, қарнымыз қатты ашқан кезде біз парқына жетпей жей береміз ғой, жалпы қарнымыз ашқан кезде. Дәл сол сияқты біздің рухымыз да ашығады. Біз тек қана тәннен тұрмаймыз, біз тән мен жаннан тұрамыз да, дәл сол сияқты жанымыз да ашығады. Тәнді тойдыра беріп, такой қатты тойдырғанымыз біздің денеміз өзіміздің стандартымыз қай емес болып. Уже қазір статистиканы қарасақ, әлем дүние жүзінің өзінде, мысалы менің өзім осы соңғы жылдың өзінде бір жылда 10-15 килограмм қосып тастаппын да. Оның өзі де бір дәлел да, біз денеміздің дәуіп бара жатқаны тәнімізді көбірек тойдырады екенбіз, тәннің рахатын көбірек ойлайды екенбіз да, жанның рахатын ойламайды екенбіз, рухтың рахатын. Сондықтан да осындай бір күй кешіп жүрсеңіз, мына өмірде сіз қызығатын ештеңе болмаса, өмірде бір мотивация таппай қалсаңыз, маған ештеңе өмірдің қызығы қалмаған сияқты, стрессте, депрессияда, ашушаң, ұйқыңыз қанбай, осындай бір нәрсе болып кеткен болса, біліңіз, бұл рухымыздың ашыққанының бір белгілері, сигналдары. Рухты тойдыру керек. Рухты қалай тойдырамыз? Құранда жазылғандай, жүректер, біздің жүректеріміз тек қана Алланы еске алған кезде ғана олар тынышталады дейді. Рағыт сүресінің 28 аятында айтылады: есте болсын, жүректер Алланы еске алумен ғана жай табады дейді. Біз Алланы аз еске алып қойған болуымыз мүмкін, Алланы мүлдем ұмытып жіберген болуымыз мүмкін. Өзіміздің жаратушымыз, сіз бен біздің тәніміздің, жарынымыздың, өміріміздің, ғұмырымыздың иесі, өзіміздің иеміз, осыны ұмытып қойған кезімізде, өзіміздің хозяинымыз дейміз ғой, соны ұмытып қойған кезімізде рух ашығады. Алыстап кеткен кезде, өзінің иесінен алыстаған кезде, рухымыз ашыққан кезде оны қалай тойдырамыз? Алланы жиі еске аламыз. Құран, намаз, парыз, садақа, адамдарға жақсылық жасау, Алла туралы көбірек ойлау, аузымызды зікірге түсіру, яғни осындай нәрселер біздің рухымызды жайлап тойдырады. Рухымыз қатты ашыққан кезде, жаңағы аш болған кезде, асқазанымыз, қарнымыз аш болған кезде кез келген нәрсені жеп қоятын сияқты, рухымыз қатты ашыққан кезде біз дұрыс информацияны да, дұрыс емес информацияны да алып қоюымыз мүмкін, өзіміз байқамай. Өйткені оны саралап отыратын шама жоқ ашыққан рухта. Алдынан не шықты, соны алып қою мүмкін да. Сондықтан да ең бірінші рухты тойдырып, тәнмен бірге жанды да тойдырған кезде ғана біз ары қарай біле аламыз. Бізге не ұнайды, не ұнамайды, не керек, не керек емес. Сол кезде ғана біз фильтр жасай аламыз. Яғни қарнымыз тойған кезде кішкене жайланып ары қарай ойлай бастаймыз ғой, жұмыс жайлы, қайда барамын. Қарнымыз тоқ болған кезде ғана, шынында да асқазанымыз толау кезде, қарнымыз ашпай тұрған кезде біз жұмыс жайлы, үй жайлы, бала-шаға жайлы, бүгін базарға баруымыз керек жайлы ойлана бастаймыз. Және тамақтың бізге қандай тамақ бүгін істесем екен, мынаны жегім келіп тұр, жегім келмей тұр деген қалауларымыз, желаниямыз ояна бастайды. Дәл сол сияқты рухымызды тойдырып, оны толыққанды кішкене болсын қоректендіре бастаған кезде, мен нені қалаймын, менің жаным нені қалайды, менің рухым не қалап жүр, жалпы маған не ұнайды, не ұнамайды, сүріп жүрген өміріме ризамын ба, риза емеспін бе, жүрегім тыныш па, тыныш емес па деген сияқты нәрселерге сол кезде ғана біз фильтр жасай аламыз. Сол кезде ғана біз сүзгі жасай алады екенбіз да. Өйткені жүректі тірілтеміз, қайтадан өлген жүректі. Ол жүрек сосын тірілгеннен кейін сигнал бере бастайды бізге. Сондықтан да ең болмағанда
Мен негізінде Құран оқылған жүректер олар өлмейді дейді да. Енді Құран оқуға барынша арманыңызға, мақсатыңызға бір жазып қойыңыз, Құранды өз тілінде оқуды үйренемін деп. Егер де оған шамаңыз келмейтін болса, өзіңізді қазір оған бола бір настроениеңіз, көңіл күйіңіз түсіріп үйтпей, ең болмаса кәдімгі музыка тыңдағандай наушникпен машинада жүрсеңіз, бір жерде жүрсеңіз, күніне кем дегенде 1 сағат, жарты сағат, бір апта, 2 сағат Құран тыңдаңызшы. Тек қана түсінбесеңіз де тыңдай беріңіз. Басында 2 күн, 3 күн қарсыласады, миыңыз қарсыласады, ішіңіздегі жын-жыбыр қарсыласады, ойымыз қарсыласады, жүрек қарсыласады, бірақ та 2 күн, 3 күн қарсылассаңыз да тыңдай берсеңіз, 3-ші, 4-ші күннен бастап сіз әр Құран тыңдаған кезде ләззат ала бастайсыз. Жайлап уже ашуланып тұрсаңыз басыла бастайсыз, жүрегіңіз тыныштала бастайды. Өйткені рухтың тойынған кезін, рухтың жайлап қоректеніп жатқанының сол кезде біз сезе бастаймыз, белгісін. Сондықтан да кішкене тақырыптан ауытқып кетсем кешірім сұраймын. Енді қараңыздар, бізде, сіз бен бізде, бүткіл адамзат баласында жалпы миымызда қазір сіз бен біздің миымыздың 7% ғана, 7% ғана жұмыс істеп тұр екен. Ең ақылды миы енді керемет жасайды деген адамның өзінің миының бар болған 7% жұмыс жасайды екен. Сонда 93% ұйықтап жатыр, миымыздың. Сол миды, ұйықтап жатқан миды барынша ояту үшін өміріміз, ғұмырымыз, энергиямыз, көп нәрсеміз әсіресе осыған жұмсалу керек. Біреудің киімі, біреудің қайда барғаны, аналар қалай ақша тауып отыр, осы біреудің қалтасында ақшаны санау, олар қанша теңгеге алды, кредит алды ма, алмады ма, той болып жатыр ма, тойға қанша адам келді, кімге кім не сыйлады деген нәрселердің барлығы миға тек қана ауыр ақпарат. Керек емес ақпараттарды мидың гигабайтын, мидың памятына, сотканың памяты толып қалады ғой. Сол сияқты мидың памятын толтырып, босқа нәрселердің бәріне керек емес Инстаграмда ақтарып отырып, Қайрат Нұртастың әйелі не киіп алған, оның фигурасы қандай, неше баласы бар, көзін немен бояйды, кірпік жабыстырған ба, бірдеңе, бір болмаса вайндар, бір видеолар пайдасыз, расымен де рухымызға да, тәнімізге, жанымызға пайдасыз нәрселер көрген кезде, сондай пайдасыз соткамызға да кейбір кезде болмайтын суреттерді бала шағаларымыз селфи жасап түсіріп тастаған кезде, шынымен де керек суретті түсіретін кезде сосын память болмай қалады ғой, память толып қалады. Дәл сол сияқты миымызда нағыз қажетті ақпаратты алатын кезде ол толып қалады. Мынау бір стакан су тұрса, мысалы үшін миды осы стакан деп алатын болсақ, бір стакан су толып, суға толып тұратын болса, ол тұрған су сасиды, босқа тұрған екен. Сосын жаңадан свежий су құяйын десек, сыртына ағады ғой. Дәл сол сияқты ақпаратты ми осы стакандағы су сияқты қабылдап толтырып алады да, нағыз қажетті ақпарат, нағыз керек нәрсені алған кезде ол уже қабылдамайды, сыртқа шығып кетеді. Естеміз, бірақ ести қалмайды. Естеміз де, вроде бәрін тыңдап отырмыз, естіп отырмыз, бірақ та қабылдай алмаймыз. 2 күннен кейін, сол не айтып еді? Біраз нәрсе айтып, мықты нәрселер айтып еді, негізі есімде қалмады бәрі деп. Мотивацияның 3 күннен кейін өшіп қалатыны да сол, ақпараттың өшіп қалатыны да сол. Енді бұл мен ислам жағын айтып отырмын, Енді бір психология жағын, ғылыми жағын қарайтын болсақ, сіз бен біздің миымыз, память, ол мидың памяті 2-ге бөлінеді екен да, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді болып. Мынау қысқа мерзімді деген краткосрочный память деген болады екен, яғни қысқа мерзімді есте сақтау. Ал мынау ұзақ мерзімді есте сақтау. Кез келген ақпарат алған кезде, мейлі қазір сіз эфир көріп отырсыз, кітап оқыңыз, кино көріңіз, мейлі Құран жаттаңыз, мейлі кез келген жаңа ақпаратты алған кезде, кез келген білмеймін, әйтеуір біреудің үстінде киімді бүйтіп көрдіңіз, деп ойландыңыз, ол да миға ақпарат, Кез келген пайдалы, пайдасыз ақпаратты алған кезде, кез келген ақпарат ол бірінші қысқа мерзімді памятке, яғни қысқа мерзімді есте сақтауға түседі автоматты түрде. Қысқа мерзімді памяттың бар болған срогы 3 сутка, яғни 72 сағатта, оның өзі ғылымда дәлелденген. Енді біз осы қысқа мерзімді памятке түскен пайдалы ақпаратты, яғни білімді, бізге керек білімді, оны 1 рет, 2 рет қайталаған кезде, немесе біреумен бөліскен кезде, әйтеуір соны есімізге қайтадан түсіріп, жаңғыртып, талқылап, жазып, бөлісіп біреулерге сөйткен кезде, дәптерге жазған кезде, ол 2 рет, 3 рет қайталанған нәрсе, осындай әрекеттер жасалса, ол ұзақ мерзімді памятке бүйтіп ауысып осыған қарай түседі екен. Яғни долгосрочный памятке кетеді ақпаратымыз, Ал долгосрочный памятке түскен нәрсе ол өшпейді. Өшпейді, ол миымызда тұра береді. Баяғыда мектепте жаттаған тақпақтарымыз, осы жаттауларымыз не үшін есімізде қалып кеткен? Әлі күнге ойлаңыздаршы, қанша 15 жыл, 20 жыл бітіріп кеткен кісілердің есінде мектептің кезінде жаттаған жаттаулар тұрады. Не үшін? Өйткені біз мұғалім осы тақпақты жаттап қойыңдар дейді да, соны мен айтамын, соны ана жердегі менің 20 класстасым, 30 класстасым қайталап айтқан кезде автоматты түрде өзім басқа жаққа қарап отырсам да менің құлағым естіп отыр. Миым оны 20 рет, 30 рет қайталағаннан кейін миға плотно, мына долгосрочный памятке ол плотно отырып қалады.
оның қатпар ми деген қатпардан тұрады, білесіздер. Мидың қатпарларына тұрып қалғаннан кейін сол ақпарат жайлы бір сөз естігенде немесе бір нәрсе оқып қалған кезде ананың барлығы қайтадан жаңғырып еске түседі. Сондықтан да құрметті ханымдар, тек қана осындай мидың функциясын, оның қалай құрылымын біліп алатын болсақ, өз миымызға өзіміз дұрыс білім алуға, дұрыс білімді есте сақтауға өзіміз көмектесеміз. Сондықтан да осы бүгін алған ақпараттарыңызды ең бірінші ішіңізде ниет етіп, Алланың разылығы үшін сіз бір адамды осы марафонды көрші деп, осы эфирді көрші, тегін болып жатыр, ақша емес деп сүйреп келетін болсаңыз, деп ол адам сіздің себебіңізден ары қарай бірдеген алатын болса, сол сауап сізге де, онымен бірдей ол кісіге де жазылып тұрады, скопировать етіліп, Алла Тағала сауапқа келгенде щедр, яғни жомарт дейді. Бір жағынан оған себепші болып жатсыз. Екінші жағынан қараңыздар, осы білген ақпаратыңызды дәптерге жазыңыздар дейтініміз сондықтан, құрметті ханымдар, мүмкіндігіңіз болса, егер де уақытыңыз болып жатса, наушникпен қайтадан тыңдап жүріп, жұмысыңызды істеп жүріп, әйтеуір осы эфирлерді 10 күн бойы қайтадан тыңдаңыздар. Мейлі басқа сабақтарды, бізден басқа сабақтарды алған болсаңыз, 2 рет 3 рет қайтадан тыңдаңыздар, өзіңіздің краткосрочный памяттен, қысқа мерзімді есте сақтаудан миыңызға ұзақ мерзімдіге миыңызға сақтау үшін біріншісі тыңдаңыздар, екіншісі дәптерге жазыңыз. Жазған кезде сіздің миыңыз тағы да ұзақ мерзімді памятке сақтала бастайды. Және мүмкіндік болатын болса, оны өзіңіздің парақшаңызда, мүмкін сіздің 10 подписчигіңіз бар шығар, оқырманыңыз, мүмкін 100 мың, 10 мың шығар, мен білмеймін, әйтеуір бір адам болса да, сіздің сол жазғаныңыздан бір әсер алатын болса, шынында бір адамға ой салатын болсаңыз, ол да сіздің бір әйтеуір бір жасап жатқан сауапты ісіңіз, себепші болып жатқаныңыз. Постқа жазыңыз, бөлісіңіз, әйтеуір постта мүмкіндігіңіз барынша біз пост жазуға итермелейміз. Пост жазыңыздар деп талап қоямыз да. Пост жазудағы ішкі түпкі ниетті біліп алыңыз. Кез келген сізге бір талап қоятын болса, оның артындағы мақсатын, оның артындағы түпкі ниетін біліп алсаңыз, сізге ол нәрсе қиын болмайды негізінде. Сондықтан да дәптерге жазыңыз, постқа жазыңыздар, бөлісіңіздер. Бірақ оны істейін деп жатқанда ішіңізде ниетіңізді туралап жіберуді ұмытпаңыздар. Мен Алланың разылығы үшін бір адамға болсын әйтеуір пайдалы өзім білген білімді басқаларға бөліскім келеді. Өйткені ертең сол білімнен сұралмайтындай, басқалармен зекет жасағым келеді деген сияқты. Сондықтан да құрметті ханымдар, бөлісіңіздер, талқылаңыздар, барынша. Бірақ енді мына видеоны көшіріп алып, біреулерге таратуға, видеоны запись жасап алуға қатаң түрде запрет қойылады, қатаң түрде тыйым салынады. Өйткені аманат, қазір ол жайлы айтамыз. Бұл аманат, қыздар, сіздерге. Бәрібір де ол видеоны мойындаңыздаршы, мысалы инстаграмды көріп келе жатамыз да, мына сақтап қоямыз, осыны кейін оқимын, мынау керек екен деген нәрселерді бір рет болсын ашып көрген адам бар ма? Осыны кейін оқимын деген нәрсені, сол кейін оқимын деген нәрсені ашқан бірде-бір адам жоқ. Өйткені мида кейін деген сигнал, кейін деген функция қосылып кетті мына жерде. Ми оны кейін деп болды, сақтап алды. Ертеңнің тағы ертеңі бар, ертең тағы ертеңі бар, ол кейін деген нәрсе бітпейді. Сондықтан дәл бүгін, қазір деген нәрсені біз миға әдет етіп сақтап алуымыз керек екен. Келесі нәрсе, құрметті ханымдар, енді барлық бұл жерде тек қана әйел адамдар отыр. Сізбен бізге өте пайдалы, үнемі бүгіннен бастап 21 күн бұл тапсырмалар қазір сіздерге Telegram каналында тапсырмалар беріледі 10 күн бойы. Марафон деген өзі жалпы сол ғой, сіздермен бірге бізде жасап отырамыз. Бірге жасаймыз барлық тапсырманы, бірге эфир көреміз. Telegram каналымызда біздің тапсырманың барлығы сол жақта беріледі. Сондықтан міндетті түрде Telegram каналға жазылып алыңыздар. Бірақ Telegram каналға берілмейтін, менің осы өзім эфирде беретін тапсырмаларым бар. Сондықтан да жазып алыңыздар. Ең бірінші дәретпен жүріңіздер. Міндетті түрде 21 күн дәретпен жүріп үйреніңізші. Дәрет деген кәдімгі күніне сонда неше рет дәрет алу керек деген сұрақтар келеді. Қазір қанша рет әжетханаға кіресіз, сонша рет дәрет ала беріңіз. Ол өзіңіз үшін пайдалы. Қыздар, бұл айтып жатқан нәрселер шынында менен ұялғаныңыз үшін, посттан бірдеңе анау-мынау үшін емес, ниетіңіз өзіңіз үшін, өзіңізді дамыту үшін, түптің түбінде Алланың разылығына жету үшін, расында қанша банально болса да қайталай беретін болсақ та, бұл нәрселерді неше рет оқып, естіп қойған болсаңыз да, бір ғана нәрсе, кез келген білім, кез келген психология, мейлі ол қандай психолог болсын, қандай ғалым болсын, түптің түбінде кез келген ғылымның тірелетін жері бәрібір де ислам. Қазіргі психологияда айтылып жатқан нәрселер, ойыңды өзгерт, өзіңді өзгертесің, ойыңды өзгертсең, ішкі әлемді өзгертсең, сыртқы әлем өзгереді деген нәрсенің барлығы осыдан 14 ғасыр бұрын Құранда айтылып кеткен. Сондықтан да, құрметті ханымдар, ең бірінші, сіздерге мүмкін ұнамайтын шығар, ауыр тиетін шығар, бірақ біздің барлық сабақтарымыз
міндетті түрде Алламен байланысқан исламның шеңберінде мен әр эфирде қақсап айта беруім мүмкін. Аллаға жақындамайынша, Алланы көбірек еске алмайынша, оған көбірек дұға жасамайынша, оның бізге берген тағдырын дұрыс қабылдамайынша, риза болмайынша Алланың барлық шешіміне біздің кейбір проблемаларымыз шешілмеуі мүмкін. Біздің жүрегіміз жай таппай, тыныш таппай қалуы мүмкін, тыпыршып. Сондықтан да бірінші орынға қалай, енді басымызды соған қатыруымыз керек. Қалай Аллаға жақындауға болады? Неден бастаймын? Қандай шарттар, қандай қадамдармен жасаймын деген сияқты да. Миымызды осындай нәрселерге қатыруымыз керек негізінде. Сіз байқап көріңізші, содан кейін Алланың құдіретімен мына дүниеде шешілмей жүрген проблемаларыңыз, өзіңіздің иығыңызға артып алған жүктеріңізді жайлап әйтеуір біреулер арқылы сіз оны сознательно кәдімгі саналы түрде іздеп, шынында мен бір ай бұрын қандай едім, қазір қандаймын, 6 ай бұрын мен қандай едім, қандай проблемамен толғандыратын еді, қазір қандаймын деген сияқты салыстырып іздеп, прям өткен өміріңізден Алланың мейірімі қандай болды маған осы 6 айда деген сияқты іздеп көретін болсаңыз, оны міндетті түрде көресіз. Дүниелік істеріңіз Алланың қалауымен жайлап шешіле бастайды. Сондықтан да дәретпен жүрген адамның үнемі иншалла дұғасы қабыл болады. Кез келген жағдайда дәрет деген біздің қорғанымыз. 21 күн бойы дәретпен жүруді әдетке айналдырыңыз. Екіншісі, бәріңіздің қолыңызда міндетті түрде мынау нәрсе болсын. Зикірматик деп аталады. Кәдімгі ата-әжелеріміз баяғыда тартатын еді ғой, тәсбих былай тартатын еді ғой. Сол мынау зикірматик. Соның электронды түрі өте ыңғайлы нәрсе. Аты зикірматик немесе электронды тәсбих деп сұрасаңыздар болады. Кез келген, мысалы, мен базардан алдым. Кез келген базарда, дүкендерде, мешіттің жанындағы діни заттар сататын жерлердің барлығында сатылады. Ары кеткенде 300 теңге, 500 теңге. Мынаны қолыңызға тағып аласыз, осылай тағып жүрсеңіз болады. Көрінбейді. Егер де біреулерден ұялатын болсаңыз, сосын қолға тағып аламын да мен, өйткені есімізден шығып кетеді, тамақ істеп жүргенде, жұмыс істеп жүргенде, машинада келе жатқан, жолда келе жатқан, автобуста келе жатсыз, әйтеуір бір жерде босап қалады ғой. Қолымыз босамаса да, аяғымыз босамаса да, тіліміз бос қой, Сол кезде мүмкіндігінше мына еске түсіреді, напоминает кәдімгі қолыңызда жүрген кезде. Сондықтан барынша осыны басып жүруге, яғни бос болмай Алланы үнемі зікір етуге өте күшті құрал. Мысалға, таңертең ерте тұрған кезіңізде, тұра салып көзіңізді ашқан кезде ең бірінші істейтін іс-әрекетіңіз қандай? Есіңізге түсіріп көріңізші. Бірден сотканы алып сразу шұқылап Инстаграмда ақтарасыз ба? Немесе бірден соткаңызды ақтарып WhatsApp'та не бар екен дейсіз ба? Или бірден тұра салып әжетханаға жүгіресіз? Не істейсіз таңертең тұрған кезде? Ең бірінші әрекетіңіз. Таңертең тұрған кезде ең бірінші Алланың мейірімін ойласаңыз, тұра салысымен көзіңізді ашқан кезде, я Алла тағалам, бүгін де сен мені оятуды ұмытпадың. Өйткені ұйықтап қалып оянбаған қанша адам бар, Шынында түнде оянбай жатқан қаншама адамдар бар. Бірақ бізге Алла тағала тағы да бір таңды көруді, ол бізге мейіріммен нәсіп етті. Сондықтан да өзіңе сансыз шүкірліктер болсын деп, дәретіңізді алып жуынып болғаннан кейін таңертең міндетті түрде альхамдулилля деп, немесе қазақша мағынасы Аллаға шүкір деп, ең азы 1000 рет айтуды әдетке айналдырсаңыздар. Болмаса, бүгіннен бастап күніне Алла тағаланың ең кем дегенде 2 атын жаттап жүріңіз қазақша мағынасымен, және соны айтып жүріңіздер. Үнемі қыздар 10 күн марафон барысында Алланың әртүрлі көркем есімдерін бірге үйреніп отырамыз, Алла бұйыртса. Сондықтан да кешке қарай жататын кезде тағы да Аллахым өзіңе сансыз шүкірліктер болсын. Бүгінгі күніме, бүгін қандай нәрселер болды, қандай нығметтер бердің, барлығына күш қуатты жеткізгеніңе ауырып сырқап қалмай, ешқандай бәлеге ұшырамай, құлап қалмай, әйтеуір аман есен өзімнің отанымда, өзімнің жанымдағылармен, жақындарыммен бірге тағы да ұйқыға жатып жатқаныма сансыз шүкірліктер болсын деп Аллаға тағы да шүкіршілік айтып, кешке қарай Алла тағалам бүгін күні бойы істеген осындай бір күнәларым болса, біреуге ауыр тигені болса, кешірші, және барша мұсылмандарды кешірші, мен де олар кешірдім, менің ақыма кіргендер болса деп жатсаңыз, және астағфируллах деп үнемі айтып жүретін болсақ мына мен, онда сол біздің Аллаға жасап жатқан, жақындауға жасап жатқан алғашқы қадамдарымыз осы. Ең болмағанда түк таппай қалсаңыз, не айтатын еді, Бақиқан не айтқан еді тағы да деп ойлайтын болсаңыз, астағфируллах айта беріңіз. Өйткені истиғфар, астағфируллах деген сөздің қазақшасы Аллахым кешірші деген сөз. О, истиғфар дейді да, бізді кез келген кім-де-кім үнемі Алладан қорқып, одан кешірім сұрап жүретін болса, Алла тағала оған үнемі қиындықтан шығатын жол тауып береді дейді. Алланың бізге жол тауып берді деген сөз, ол мысалы сіздің бірдеңені шеше алмай жатсаңыз келіп күйеуіңіз шешіп береді, бір әйтеуір жақындарыңыз, ағаңыз, әкеңіз, осындай бір сильный адамдар келіп шешіп береді ғой, олар бір как будто сіздің бір қорғанышыңыз, бір адвокатыңыз, бір сондай сияқты да. Енді ойлаңызшы, осындай жерде сіздің қорғанышыңыз, сіздің крышаңыз, сіздің үнемі жағдайыңызды шешіп беретін, проблемаңызды шешіп беретін ол Алла тағала әлемнің патшасы да.
патшалардың ең патшасы, оның қолынан келмейтін дүние жоқ та. Қаласа, сізді біреу жаман көріп тұрса, оның жүрегіне сізге деген махаббат сақ қояды. Қаласа, сіздің жүрегіңізге оған деген махаббат сақ қояды. Сізді біреу кешірмей жатса, дұға жасап жүрсеңіз, оның кешірімін алып беруге, оның қолынан барлығы келеді да. Сондықтан да, құрметті ханымдар, үнемі күндіз-түні қолыңыздан мына нәрселер түспесін. Егер де сізде жоқ болса, араларыңызда енді бар біраз ханымдарда, егер де кімде жоқ болса, бүгіннен бастап сатып алуға тырысыңыздар. Міндетті түрде өзіңізде болсын. Бір алған кезде 2-3 алып қойсаңыз, өзіңізге керек болады. Бұл тек марафон үшін емес, ары қарай да сізге бір жалғастыру үшін өте күшті құрал. Тілімізге, ойымызға фильтр жасау үшін өте керемет құрал. Яғни қазір айтып жатыр, әлемнің бәрінде бүткіл психологияда айтылып жатыр. Ойымызды өзгертетін болсақ, өміріміз жайлап өзгере бастайды. Ол рас нәрсе. Расымен де. Өйткені Құранда да солай айтылған да, Рағд сүресінде. Бір қауым өзін өзгертпейінше, мен оларды өзгертпеймін, мен олардың өмірін өзгертпеймін деп Алла Тағаланың өзі уәде беріп тұр. Ал ол уәделерді орындаушы. Сондықтан да қайтем енді біреу туралы жаман ойлап қоя беремін. Үнемі маған жаман ойлар келе береді. Не істеймін? Қанша шығарайын десем де осы бір жаман ойлар келе береді, кетпей қояды миымнан. Ананы ойлап қоям, мынаны ойлап қоям деген сияқты араларыңызда сондайларыңыз болатын болса, құрметті қыздар, оны ойымызды бақылау қиын болса, бүгіннен бастап жайлап тренировка жасаймыз миымызға. Кәдімгі фитнес-залға барғанда тренировка жасайды спортсмендер. 1 жасайды, 2 жасайды, 3 жасайды, соңында олар спортсмен болып шығады. Бірінші күннен емес. Дәл сол сияқты мысленно миымызға тренировка, яғни жаттығу жасаймыз бүгіннен бастап. Мынау тренировканың күшті құралы, бір тренажер десеңіздер болады, яғни үнемі тілімізбен де аузымызбен үнемі жақсы сөз айта берген кезде, зікір айта берген кезде, тілімізді бос қылмаған кезде, мына Алланың берген нығметін, яғни тілді өсек айтуға, ғайбат айтуға, біреуді қарғап сілеуге, біреуді ұрсуға емес, оны расымен де өзіміз үшін пайдалы нәрселерге, бір Аллаға жақындауға жұмсайтын болсақ, сол кезде жайлап ойымыз түзеле бастайды. Ойымызға жаман ойлар келмейді. Алдымен тілге фильтр жасаймыз. Сосын өзі жайлап автоматты түрде ойға фильтр жасауға өзі келеді, сол түбінде бізге алып келеді. Сондықтан сол нәрсеге көмектесетін құрал, өзіңіз үшін құрал, үнемі жаныңызда қалмайтын. Қай жерде мысалы тойда да отырамыз, тойға барамыз, қонаққа барамыз, әйтеуір бос әңгімелер айтылып жатады, ол жерде тым бізге пайдасы жоқ. Мысалы, мен сәл пайдасы жоқ бір жерлерге барып қалсам, артық әңгіме, біреулерді жамандап, біреудің киімін талқылап, біреудің ақшасын қалтасындағы санап, сондай нәрселер болып кететін болса, тыпырши бастаймын да, таспиқым қайда еді деген сияқты да, барынша ана жерге, сол араға кіріп кетпеуге барынша өзімді защита ұстап, енді нәпсіміз деген тартып бара жатады, әйел адамымыз қанша айтқан өсекке жақынбыз, тартып құлағымыз елеңдеп тұрса да, өзімізді стоп деп тоқтатып, қайтадан осы зікірімізді, зікірматигімізді қолымызға алып, постоянно үнемі сізді біреу жамандай берсін, сізді біреу ұрсып жатсын, бірақ үнемі тіліміз зікірде болған кезде көресіздер, жасап көріңіздерші. Сосын результатын Алла бұйыртса бөлісе жатарсыздар, Инстаграмда постта, әйтеуір біздің парақшаны белгілеп. Яғни қолдарыңызда үнемі зікірматик болсын. Енді қараңыздар, осы жерде үлкен бүгінгі тақырыптың негізгі мәйегінің бірі, негізгі тақырыптың өзі маңызы осы тақырып кісі ақысы деген нәрсе бар. Қолдың ақысы деп аталады, ислам дінінде, психологияда личная эффективность, яғни жеке тиімділік, біреудің границасынан өтпеу. Қараңыздар, біз жалпы мәңгілік өмір сүрмейміз ғой, бізге ұнамаса да өлім хақ. Сіз бен біз бәрібір де шайтан емеспіз ғой, өлеміз бір күні, бәрібір өміріміз бітеді. Біреу ерте, біреу кеш, бәрібір де Алламыздың алдына барамыз, жаратушымыздың алдына. Сол барған кезде біздің мына дүние біз үшін бір тест, емтихан болатын болса, осы дүниеде істеген сауап істеріміз, күнәлі істеріміз екеуі осылай, екі жақта осылай тұрады екен, тау-тау болып, мынау сауап істеріміз, мынау күнәлі істеріміз. Сол екеуі барған кезде жаңағы тексеріледі ғой, естественно бәріміз де есеп береміз, Алланың алдына барған кезде. Бір минутымыз, бір секундымыз, бір күндік датасымен, кәдімгі күнімен барлығы естің алдына шашып жіберген бір жаңағы кесе суымыздың өзі жазылып қойған дейді ана жерге. Өйткені бізге сол мүмкіндік берілді. Қолымызда мүмкіндік бар, еркіндік бар, басқара аламыз, тілді басқара аламыз, ойды, мынаның барлығы қазір инструменттің бәрі бізге өмір сүру үшін берілген, мына қол, көз, тіл барлығы мына өмірді сүру үшін берілген бір инструмент қана. Ертең бұл инструментті иесіне қайтарамыз қайтадан. Біз ішіміздегі жанымыз тек қана біздікі, рухымыз біздікі.
Сондықтан осы нәрсенің барлығы ертең қандайға қолдандық, неге қолдандық, Алланың берген тамағын, суын әйтеуір аш қалып жатқан жоқпыз, соның барлығын бала шағасын, жақындарын, ата-ене, ата-ана, осы нәрсенің барлығын неге жұмсап жатырмыз? Алланың бізге берген шынында да нығметтері, біз олардан разымыз ба, разы емеспіз бе, қандай жолдар жұмсап жатырмыз, осының барлығына есеп береміз Алла бұйыртса. Сол кезде мынау сауапты істеріміз, осылай тағдай болып тұрған мынау күнәлі істеріміз, осылай Алланың алдына барған кезде екеуі санасы кәдімгі екеуі есептеседі екен, теңестіріліп аз көп деген сияқты да, барлығы есепке түсіп жатқан кезде ол жерде ешкіммен жұмысы жоқ, әркім өзінің қара басымен әуре дейді да, менің ата-анам не болып жатыр екен, бауырларым не болып жатыр, күйеуім не, бала шағам, ойлауға ешкімнің шамасы жоқ, әркім өзінің қара басымен әуре дейді да. Мына дүниедегідей сен мен ата-анамсың ғой, кешіре салдым, қой біш деген нәрсе жоқ дейді да ол жақта, енді ол махшардың алаңында, ақыретте, қияметте. Сондықтан әркім өзінің басымен әуре болып тұрған кезде бүткіл іштегі сырлар ақтарылып, өмір бойғы біздің істеген күнә сауаптарымыз есепке түсіп жатқан кезде, осы кезде жаңағы алдымызда жаңағы кісі ақысы деген нәрсеге келеді екенбіз осы дүниеде. Сонда Алла тағала айтады екен, басқаның барлығын есебін мен берем, жаңағы сауабын, күнәсін, мынауың дұрыс емес деген сияқты есебін мен алам, бірақ кісінің ақысын сол кісінің өзіне қалдырамын, сол құлымның өзіне қалдырамын. Мысалға мен жанымда жүрген мысалы Роза ханым, Алла сақтасын, енді мысал ретінде айтып жатырмын. Сол Роза ханымның осы дүниеде мен оның ақысына кіріп кететін болсам, оның границасына кіріп кететін болсам, сосын ертең анау қияметте Алланың алдына барған кезде, тура мен есебімді беріп жатқан кезде, осы жерде сен пәленше Розаның ақысына кірдің деген жерге келетін болсақ, сол кезде Розаны шақыртады екен да, сұрайды екен, сен егер де мынаны кешірсең, осы жерде тұрып Роза мені кешірсе, онда мен ары қарай өтеді екенмін да, Алла да кешіреді екен. Ол кезде жоқ, мен кешірмеймін деп ол кешірмейтін болса, сонда яғни Алла тағала сол кісінің ақысын кісінің өзіне қалдырамын дейді екен да. Яғни біз Роза екеуміз сол жерде между собой шешіп алсақ, енді ол көршіңіз болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, бөтен адам болуы мүмкін, кіммен ақыластыңыз, кімнің границасын өтіп кеттіңіз, сол адам сол қияметте тұрып кешірсе, онда Алла да кешіреді екен. Ол кешірмесе, онда не болады? Онда сол кісі келеді екен да. Енді ол жерде сен мен подружкам едің, сен мен туысым едің, кешіре салшы деген нәрсе өтпейді ғой, айтып тұрмын ғой жаңа. Барлығы ақиқат, шындық, іштегі жүрек сөйлейді да ол кезде. Ол кезде келіп жаңа ақысына кіріп кеткен кісі, яғни Роза келіп менен сұрайды екен, менің ақымды бер, сен осы кезде менің ақыма кіргенсің, бер менің ақымды. Қалай берем енді? Ол дүниеде ақша жоқ, басқа жоқ, тек қана сауабым мен күнәларым ғана бар. Ол дүниеде үй, машина, дүние деген нәрсенің барлығы жоқ, бітті барлығы. Тек қана сауап пен күнәмен ғана қалдық да. Сонда қалай берем деген кезде, мына сауаптарына маған бер деп, менің сауаптарымның біразын алып кетеді екен. Мен соны берсең ғана мен разы болам, соны берсең ғана мен сенің ақыңды кешірем деп. Содан енді келіп алып кетеді, анау келіп тағы да бір ақысына кіргем, көршім ақысына кіргем, күйеуім ақысына кіргем, енем бар, қайынсіңлім бар, қайынбикем бар, коллективім бар, әйтеуір достарым. Әйтеуір біз байқамай өмір сүру барысында солай біреулердің ақысына кіріп кететін болсақ, сол ақысына кірген адамдардың барлығы кезекпен келіп, мен сауаптардың барлығын алып кетеді екен. Өмір бақи терлеп тепшіп жинаған, өліп талып жинаған сауаптарымды солай мен біреудің ақысына кіретін болсам, солардың барлығын солай сауаптарымыздан айырылып қалуымыз да мүмкін екен. Ол өте маңызды нәрсе. Бұл дүниеде бір қатты мән бермейтін болсақ, ол дүниеде өте маңызды болып саналады екен. Енді қараңыздар, сауаптарым таусылды, мына жақта таудай болып тұрған сауаптарым таусылды, бірақ адамдар әлі келіп жатыр да ақысын сұрап. Енді не істеймін? Жоқ, менде сауап, қалай құтыламын сендерден, қалай мен сендермен есептесем деген кезде, деп өзінің күнәсін тастап кетеді екен. Мен күнәмді алып қал, сол кезде мен разы боламын да ақымды кешірем деген сияқты. Сонымен мына жақтағы күнәм бар, мына сауаптың орнына күнә толады екен да. Екеуі де таудай күнәлармен ары қарай не болатын жағдай белгілі, Алла сақтасын. Сондықтан да құрметті қыздар, ханымдар, бірінші күннен айтып жатқанымыз, психологияда әлемнің ғалымдары, батыстың ғалымдары бостан босқа шырылдамайды. Біреудің границасына өтпеңіз. Личная эффективность, жеке тиімділік, әркімнің өзінің зонасы, әркімнің өзінің границасы, шекарасы бар. Өтетін кезде абай болыңыздар деп, ал ислам дінінде біреудің ақысына кіріп кетпеңіз деп айтады. Енді қараңыздар, түсініп алдық, кісінің ақысы не екенін, оның жазасы, есебі қандай болады. Енді кісінің ақысына қандай жағдайларда біз кіріп кетеміз? Ең бірінші, өзі жоқ адамның сыртынан жамандау, ғайбат айту. Яғни ғайбат деген нәрсе не? Бұл жерде мысалы екі адам отырсақ, үшінші адам жоқ болып, сол туралы әңгіме айтсақ, және ол егер де сол әңгімені естіген кезде ренжитіндей болса, онда ол әңгіме ғайбат. Яғни қай кезде ренжиді? Оның жамандаған кезде, бірақ енді мақтауға, оның сыртынан бір басқа бір жұмысқа байланысты жаман әңгімелер жоқ. Ол ренжімейтін де әңгімелерді айтуға болады ол жоқ кезде. Бірақ та ол жоқ кезде ол ренжитін де әңгімелерді айтуға болмайды.
плотно оның ақысына кіріп жатырмыз, иә, ғайбат айтып жатырмыз, ең біріншісі. Екіншісі, ол кісінің аманатына қиянат жасау. Біреу сізге аманаттаса, жақсылап тұрып, Балқия, осыны мен саған жақсы сырымды айтамын, жүрегімнің түбіндегі, маған айтпа деп еді, бірақ осындай маған біреу жақсылап тұрып сырын айтады, ешкімге айтып қоймашы, өтініш деп, айтпаймын. Сосын деп тыңдап алып, ішіңнен оның бәрін бетіне білдіртпен деп отырып, үшінші адамға барып шыдай алмай, ішімді жарылып барып, маған ешкімге айтпа деп, бірақ сен айтып қойма, мынандай екен деген сияқты да, біреудің аманатын барып біреуге жеткізу, немесе біреу аманат деген нәрсеге барып қол сұғу, осы біреудің ақысына мен солай барып айтып қойсам, ана сырын айтқан кісінің ақысына дағы да плотно кірдім, иә. Ертең ақыретте ол маған алдымнан келіп сұрайды, бер менің ақымды деп. Яғни сауап жинаған сауаптарының біразын уже соған беріп тұрмын. Алла сақтасын. Мысал ретінде айтып тұрмын. Екіншісі, біріншісі яғни ғайбат айту, екіншісі біреудің аманатына қиянат жасау. Үшіншісі, өзі жоқ адамның затына рұқсатсыз тиісу. Мейлі ол қандай зат болсын. Тіпті білесіздер ме, балиғат жасына толған, уже өзіне жауап бере алатын балиғат жасына толған қызының заттарына тиісуге анасының даже құқы жоқ екен, хақы жоқ екен. Енді ол бір ана мен қыздың арасындағы бір қаталдықты бірдеңені білдірмейді. Бұл жерде бір жағынан жеке тиімділік, мәдениеттілік жатыр, Егер де сіз тіптен енді басқа адамдарға айтпай қойын, ана мен қыздың арасындағы нәрсені айтып жатырмын. Тіпті сіз қызыңызға барып, енді қызымыздың телефонын тексеруіміз мүмкін, сумкасын тексеруіміз мүмкін, өзі жоқ кезде бірдеңелерін тексеруіміз мүмкін, сондай кезде лучше қызыңызбен мәмілеге келгеніңіз дұрыс. Қызым, мен сені уайымдаймын. Мен не үшін, түпкі мақсатыңызды айтыңыз, яғни тексерудегі. Мен не үшін уайымдаймын? Әйтеуір сен жаман жолға жүріп, әлі оң жолыңды ажырата алмайсың. Сені бір дұрыс емес нәрсеге ұрынып қалама деймін, уайымдаймын, қорқамын. Сен барлығын менімен сырласып, откровенно қателігіңе дейін өзің айтатын болсаң, менімен жасырмайтын болсаң, онда екеуміз бірге шешеміз. Мен сені ұрыспауға әрекет жасаймын деген сияқты да келіскен түрде болатын болса. Яғни ол адам сізге өзінің затына тиісуге рұқсат берсе, немесе білсе де ол ренжімесе, онда ол ақысына кіргендік саналмайды. Мысалға, күйеуіңіз ұйықтап жатқанда оның WhatsApp-ын тексеру, оның телефонын тексеру, біреу жоқ кезде біреудің телефонындағы суреттерін ақтару, сумкасын ақтару, біреу жоқта киімін киіп кету, енді көп қой, өзі жоқ адамның жалпы, енді оның ішінде ұрлық та кіреді, басқа да кіреді, жаңағы осындай да, мейлі ол жерде ақша, дүние, байлық жатсын, біреудің телефонын рұқсатсыз алып қою, осындай да, біреудің кітабын алып жоқ болып кету деген сияқты нәрселер. Жалпы түсіндіге түпкі мағынасын, жалпы біреудің, мейлі ол кім болсын, кез келген адамның границасына рұқсатсыз кіру, шекарасына, оның заттарын рұқсатсыз алу, тиісу. Тіпті автобуста келе жатсақ, енді тұрамыз ғой, енді пробкада тұрамыз, өзіміз тұрып тұрамыз да, отырған адамның ол WhatsApp-пен сөйлесіп отырады, Instagram ақтарып отырады, байқамай өзіміз бессознательно, бейсаналы түрде соның жаңағы WhatsApp-ын оқып отырамыз, айдаладағы біреудің, сондайда сол кезде қараптан қарап ана кісіні ертең тауып алып сұрап көріңіз, кешірім сұрап көріңіз, мен ақымды берші деп. Сондай айдаладағы біреудің ақысына кіріп тұрсыз. Ол қазір кет қалады, ертең танымайсыз да, ол түсіп кетеді остановкадан. Бірақ ол ана дүниеде келеді ғой, ұмытылмайды ғой ондай нәрселер. Екі иығыңыздағы періште жазып тұр ғой барлығын. Сондықтан өте, егерде мән беретін нәрсе де өте. Егерде біреудің ақысына кіріп кететін болса, қазір енді деп шошып отқандарыңыз бар шығар, сондай болатын болса, біз әлі де тіріміз, құрметті адамдар, біз әлі де тіріміз. Біз әлі өліп қалған жоқпыз, бізде өлген кезде бізде барлығы тоқтатылады. Бұндай шанстар, мүмкіндіктің барлығы тоқтатылады да, инструментті егесіне береміз. Біздің инструменттеріміз әлі жұмыс жасап тұр. Көзіміз, қолымыз, миымыз, санамыз, тіліміз бар. Кешірім сұрауға, осы дүниеде, чем ақыретте сауабымыздан айырылғанша, осы дүниеде ол адамның алдына бар кешірім сұрау, мойындау, менің ақымды кешірші, егер ақыңа кірген болсам, осындай істеші маған, мен байқамай істеп қойым, есімнен шығып кеткен шығар деген сияқты кешірім сұрап тұру өте маңызды нәрсе. Адамдардан осы дүниеде кешірімін алып қалу мүмкіндік бар ғой, мына инструменттер жұмыс жасап тұрған кезде. Өйткені олар жұмыс жасамай қалуы да мүмкін, шанс бітіп қалуы мүмкін, ертең бітіп қалуы біз білмейміз. Ертең түгілі қазір бір секундтан кейінде не болатынын білмейміз сіз бен біз, Алладан басқа ешкім білмейді, болашақта не болатынын алдымызда. Сондықтан да әлі де мүмкіндігіміз бар. Біреудің ақысына кіріп кетсек, одан кешірім сұрауға. Енді қараңыздар, осы жерде тағы да бір қатты мән беретін нәрсе бар. Сіздер чатта отырасыздар. Бәрі
бәрімізде әйтеуір чат бар, группа бар, WhatsApp'та группаларды ашып тастаған класстастар, әулет, отбасы, бірдеңе, коллектив, гаптестер бірдеңе деген сияқты да. Сол жерде отырып алып, ана бір жаман видеолар таратып, оны ана адам көрді, сіз білмейсің қанша адам көрді. Көрген кезде оның состояниесі қандай болды. Мүмкін біреудің жүрегі ауырып, шынында нәзік адам болып оған ұнамайды, күні бойы біреудің настроениесін түсуге сіз себепші болған шығарсыз. Алла сақтасын. Болмаса жаңағы сәлем бірдеңе деп жаза беріп бөлек ана чатта 200 адам отыр. Соның бәрінің мазасын алып, болмайтын нәрселерді жазып бірдеңе қараптан қарап танымайтын ана жердегі 200 адамның қаншасының ақысына кіріп отырсыз. Оның барлығы алдыңыздан келеді ертең ана жақта. Сұрайды, сен менен осындай ақымды кіргесің. Осындай кезде осындай чатта туй бір мынау бір жіберіп қоймады ғой деген сияқты да бір адам әйтеуір туй бір деп кейсе, біреу бір настроениесін түсіруге себепші болсақ, ол да оның ақысына кіргендік болып саналады да. Сондықтан мүмкіндігінше біреудің көңіл күйін, настроениесін түсіруге себепші болмайық, мүмкіндігінше адамдардың көңіл күйінің көтерілуіне себепші болайықшы, біреу болса да. Өйткені шынында ол да ақыретті алдымыздан келеді да. Әсіресе құрметті ханымдар комментарий жазатын кезде, бір ана әншілердің астына комментарий жазатын кезде шынында олар үшін кешірші деп мысалы кешірім сұрап отырамын да, бірақ қарап отырып танымайсыз да басқа аккаунтпен біреудің атына жазып атамыз, жаман нәрселерді жазып атамыз, бірде негативті шашатын кезде абайлаңыздар, қарап ол адамның түгі де кетпейді, бірақ сіз соның ақысына кіріп отырсыз, ол алдыңыздан шығады ертең міндетті түрде. Сондықтан әлеуметтік желілерде, Инстаграмда, WhatsAppта, Фейсбукта, ВКда өте абай болғанымыз жөн. Өзіміздің границамызды сақтайтын болсақ, сіз біреудің границасына кірмесеңіз, шекарасына, сіздің де шекараңызға ешкім кірмейтін болады. Сіздің де көңіл күйіңізді адамдар сыйлап, құрметтейтін болады. Егер де сіз біреудің көңілін құрметтейтін болсаңыз да, біреудің көңілін құрметтеуді үйренетін болсақ, иншалла, біздің де алла біз біреудің дәрежесін жүрген жерде жаңағы сырын, кемшілігін барынша жасырып, ішімізге жұтып жіберіп, оны барынша бір кемшілігін көріп қалсақ, барынша жайып, оны жұртқа жайып, жариялауға асығып тұрмай, оны жұтып жіберетін болсақ, барынша біреудің кемшілігін жасырсақ, біздің кемшілігімізді Алла жасырып, дәрежемізді асырып қояды екен да. Яғни бұл дүниеде жасаған шаңның түйіріндей жақсылық та, шаңның түйіріндей жамандық та есепсіз қалмайды. Барлығы есептеліп тұр, Сондықтан да өміріңді өзгерт, жаңағы ойыңды өзгерт, пейіліңді, ниетіңді өзгерт, сол кезде өмірің өзгереді деген нәрсенің түбі осыда жатыр. Және құрметті ханымдар, қараңыздар, жаңағы кісінің ақысына кіретін нәрселер тағы біреуі, біз бүйтеміз, жанымыздағы көршілеріміз болсын, жақын адамдарымыз болсын, 50 теңге бере тұршы, ертең беремін, 100 теңге бере тұршы, ертең беремін, болмаса маған бір нан бере тұршы, тұз бере тұршы, шай бере тұршы дейміз да, ұмытып кетеміз. Маған жіп бере тұр, ине бере тұр, ертең әкеп беремін дейміз да, ұмытып кетеміз. Енді әдейіге істемейміз, бірақ ұмытамыз, Сіз ұмытқанмен, біз ұмытқанмен, мына екі иықтағы періштелер ештеңені ұмытпайды. Айттым ғой жаңа, шаңның түйіріндей нәрсенің барлығы, қылдай нәрсенің барлығы жазылады ол амал дәптерге да. Сондықтан ол да оның ақысына кіргендік болып саналады да. Ол да ертең осынша датада, осындай 27 тамыз 99 жылы сен менен 10 теңге алғасың. Енді соны қайтар. Ол жақта ақша жоқ, қайтарасыз, тек қана сауабыңызды бересіз, амал жоқ. Сондықтан да біреуден қарыз болсаңыз, оны бермей жүрген болсаңыз, есіңізден шығып кеткен болса, осындай нәрселердің барлығына өте абай болыңыздар. Жарайды, бұған дейін білмедіңіз, енді қайтем Құдай-ай деп өзіңізді қинаудың қажеті жоқ. Бүгіннен бастап білдіңіздер, Бұның енді тағы бір жолы бар. Күніге кешке жатқан кезде біз өзіміз байқамай, даже бізде мен қажылыққа барған кезде, енді адам көп ол жерде. Биыл Рамазан кезінде өте қатты 10 миллионнан аса адам келді деген болжам бар да. Сол кезде енді адам көп, біреудің өтіп бара жатқан кезде аяғын басып кетесіз, байқамай бірдеңе сөйтіп қайтадан одан барып кешірші мені деп сұрамай ары қарай жүріп кете береміз да. Біз болмаса әйтеуір осындай біреуді соғып кетеміз, қағып кетеміз, анадан ой деп қалуы мүмкін да. Балалар өтіп кете, ұмыт кетуі мүмкін да. Ол да ертең алдыңыздан шығып тұрады да. Сондықтан ол жақтағылар қатты мән береді. Осындайға аяғын басып кетсе, ай деп атсаң, қайтадан өтіп бара жатқан жерін айналып келіп, қолыңды алып, ана тілін түсінбесе де, мен кешірші, сәлем алейкум бірдеңе деп кешірімін алып кетеді да. Сонда білесің да, кісінің ақысының қатты мән береді да. Басқа жақта мысалы мұсылман мемлекеттерінде Сондықтан да кісінің ақысы деген нәрсе өте маңызды. Барынша мүмкіндігіңіз бар ма? Стоп деп өзіңізге тоқтатып, өтіп бара жатқан қайтадан стоп деп тоқтатып, артқа өтіп, сол заматта кешірім сұрауға тырысуыңыз керек екен да. Мүмкіндік бар ғой, шанс бар. Енді тәкаппарлықты жиып, бір кісілігіңіз түсетін шығар, бірақ Алланың разылығы деген нәрсе тұр ғой мына жеріңізде. Ертең Алланың алдына барғанда қалай жауап беремін деген нәрсе ғой, Сондықтан Алланың разылығы үшін біз бір кісілігімізді төмен түсірген кезде Алла тағала біздің дәрежемізді өзі-ақ көтеріп қояды екен. Сондықтан да ондай нәрседен ұтылмаймыз. Ешқашан да
біз ұтылдым осы жерде, мен лоқып кетті, мен лақтырып кетті, алдап кетті, құдай-ай мен неғып осындай чмомын, бір нәрсемін деп ондай нәрсеге күйіп піспей ақ қойыңыздар. Сіз лоқ болғанмен, сізді біреу алдап жатқанмен, сізді біреу чмо қылып кеткенмен Алла тағала сізді чмо қылмайды, Алла тағала сізді лоқ қылмайды. Міндетті түрде сіздің басқа жағынан дәрежеңізді арттырады. Болмаса ақыретке барғанда сол адамды алдыңызға алып келеді, иншалла. Сондықтан да бұл дүниеде біреуді алдап кету, мені біреу алдап кетті ау бірдеңе деп соған күйіп пісіп, енді қалай одан кек аламын, қайтсем соны жазалаймын деген нәрсеге бас қатырудың қажеті жоқ. Жазалаушы тек қана Алла тағала. Жоғарыда тұр. Әділ сот, ең әділ судья ол осы 24 сағат камера наблюдение. Сіз бен біздің әрқайсымыздың төбемізде 24 сағат камера наблюдение бар, яғни бақылау, видео камера бар да. Ол туалетке кірсек те, баняға кірсек те, голый болсақ та, бір өзіміз қалып ойлансақ та, біздің ойымызды да көңілді бәрін бақылап тұрған білуші, көруші, естуші, мәңгілік ұйықтамайтын, қалғымайтын Алла тағала бар. Сондықтан да ешкім бізді жеп жатыр, мен оны жазалаймын, үйтем деген нәрсеге бос беріп, оны Аллаға тапсырдым деп қоя салсаңыз, ар жағын немесе кешіп жүретін болсақ, иншалла, енді айтуға оңай қазір көңілге жақсы кезде, бірақ ашуланып тұрғанда, ренжіп тұрғанда ол нәрселер қиын, иә. Жаңағыдай ғой, тренировка жасай беріп, бір рет қысып өзіңізді, екі рет қысып, Алланың разылығы үшін ғой деп осындай қысып тұрған кезде, иншалла, миға тренировка жаттығу болады да, ол нәрселер жайлап бізге орнығады. Жүрекке орнығады. Жүрекке орнықты деген нәрсе жайлап біз Аллаға жақындап жатырмыз деген сөз. Яғни кісінің ақысын түсіндік. Айтып кетейін, қараңыздар. Күнде кешке жататын кезде, ұйқыға жататын кезде осы нәрсені әдетке айналдырайық міндетті түрде. Я Алла тағалам, бүгін менің ақыма байқамай кіріп кеткен барша мұсылмандарды, барша адамдарды сенің разылығың үшін кешірдім. Сен де оларды кешірші деп сіздің ақыңызға кірген адамдарды сіз жататын кезде кешіріп жатыңызшы. Сіз де өзіңізде кешірімге оңай ие боласыз, иншалла. Яғни біз кешірген қалаймыз ба, Алланың немесе басқа адамдардың, өзіміз кешірімді болуымыз керек екен. Сонда ғана біз кешірімге ие болады екенбіз. Түсіндірдім ба? Жаңылтпаш сияқты болып кетті ғой, иә. Сондықтан да күнде жататын кезде ақыңызға кірген, менің ақыма кірген бүткіл мұсылмандарды, бүткіл адам баласын жалпы кешірдім. Алла тағалам, сенің барлық пенделеріңді кешірдім, сен де олар кешірші. Яғни бір кісі бар екен, жәннаттық деп осы дүниеде сүйіншіленген да, қалай бардың десе, күнде жататын кезде бүткіл адамдарды кешіп жатады екен да, соны тілмен айтып жатады екен Алланың разылығы үшін. Сондықтан да сондай құлдардың қатарында болайық, құрметті ханымдар.